Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге Испанияда түсірілген Ешқайда атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Арнаға тіркеліп лайк баса кетейік. Ал біз бастаймыз. Испанияда жан түршігерлік өзгерістер орын алып, ол тоталитарлық елге айналады. Басты кейіпкер ерлі-зайыпты Мия мен Нико Ирландияға жетуді жоспарлап, онда әлі де бостандық бар екенін, кез келген жолмен қашуға дайын болады. Нико мен Мия контрабандашыларға контейнерінің ішіндегі мұхит арқылы өту үшін ақша төлеу арқылы қашуды жүзеге асырмақшы болады. Тасымалдаушы бағаны көтереді. Жарқын болашақ үшін неке жүзігін беруге тура келеді. Басқа босқындармен бірге Ирландияға жөнелтеді. Контейнер ішінде аяғы ауыр келіншектер мен кішкентай балдарда болады. Мия ішін білдіртпеу үшін байлап алған болатын. Байлауын шешіп, еркін отыруға тырысады. Нико мен Мия болашақ баласына және Ирландияға жақсы өмір туралы армандарына назар аудара отырып сабырлы болуға тырысып жатқанда, жүк көлігі тоқтаған кезде контрабандистер контейнер есігін ашады. Күтіп тұрған жаңа босқындар ішке топырлап кіре бастағанда, контрабандистер барлығы сыймайтынын, басқа контейнер келетінін, босқындардың жартысын шығара бастайды. Солардың арасында Нико да болады. Мия қабырға тесігінен Никоның басқа контейнерге кіріп жатқанын көреді. Дереу телефонын алып звондайды. Нико барлығы дұрыс екенін, қасындағы адамдарға сенбеуін, аттарды өзінің жанында ұстауын айтады. Мия қабырға тесігінен қала тұрғындарының су сұрап жатқанын, балаларды, жүкті әйелдерді темір торға қамап жатқанын көреді. Кенет жүк көлігі тоқтайды. Мия жүргізушінің жүк көлігін тексеру бекетінде тұрғанын көреді. Тексеруші ішке кіріп, ішінің тар екенін біліп, контейнердің ар жағында босқындар жасырулы екенін біледі. Тексеруші өз еркімен шығуын сұрайды. Басқа адамдар сыртқа шығып жатқанда, Мия үлкен қораптың үстіне шығып алады. Сарбаздар атуға бұйрық алады. Барлығын қырып салады. Мия контейнер ішінде жалғыз қалады. Никоға звондап ала алмағанына уайымдайды. Осылайша Мия қабырға тесігінен өзінің кемеде екенін көріп, жайғасып ұйқыға кетеді. Кенеттен күтпеген жерден дауыл болып, ұйқысынан оянғанда өзінің жалғыз екенін, контейнер шайқалысынан жан-жағынан көмекке шақыруға тырысады. Бірақ оны ешкім естімейді. Мия қатты соққыдан өзін жоғалтады. Есін жиып тұрғанда ішіне су кіргенін көріп, дереу қабырға тесігінен өзінің мұхитта екенін көріп, басқа контейнерлерде мұхитта жатқанын көреді. Мия дереу телефонын алып, телефонына сынғанын көріп, оны аша алмайды. Қаза тапқан адамның телефонын алып, кодын ашуға тырысады. Кодын 3 мәрте теріп көреді. Аша алмайды. Осылайша Мия барлық қорапты ашып көреді. Қораптың бірінен құрғақ киім тауып алады. Контейнер тесігінен су кіріп жатқанын көріп, қораптар арасынан скотч тауып алады. Суды тежеу үшін тесіктерді бітейді. Біраз уақыттан кейін жақын жерден айқай естиді. Қабырға тесігінен 107 номерлі контейнер батып жатқанын көріп, Нико да сол контейнерде деп уайымдайды. Дереу телефон симкасын ауыстырады. Никоны да өлді деп өзіне қол жұмсағысы келеді. Кенеттен ішінің қозғалғанын сезіп, ішіндегі баласының тірі екенін біледі. Мия ұйқыға кетеді. Түсінде өзінің батып жатқанын көріп, шошып оянады. Оянып қараса, ішіне біраз су кіргенін көріп, тесікті қайта бітеу үшін жоғарыда тұрған қорапты төменге түсіріп ашады. Ішінен кішкене контейнерлерді көріп, контейнер қақпағының резинкасымен тесіктерді бітейді.
скотч арқылы судың кірген мөлшерін байқап, күндерін жазып отырады. Жайғасып заттарын рет-ретімен қойып жатқанда, бейтаныс нөмермен Нико звондайды. Өзінің тірі екенін, өзінің алдап кеткенін, жүргізуші қала ішіне тастап кеткенін айтады. Мия өзінің кемеде емес екенін, контейнердің құлап ашық мұхитта ортасында екенін айтады. Тірі қалу керек екенін айтып, қызды жұбатады. Қыздың толғағы ұстап, босанып алады. Біраз уақытқа дейін омырауынан сүт шықпай қиналады. Баласы қарны ашқаннан жылауын тоқтатпайды. Қыздың омырауына біраз уақыттан кейін сүт жиналып, қызын емізе бастайды. Қыздың жеп жүрген азығы таусылады. Енді сыртқа шығудың жолын іздеп, бұрағыш пен темірді кесуге тырысады. Көпке ұзамай бұрағышы жұмыс істемей қалады. Барлық амалы таусылған қыз пышақпен кесуге тырысады. Қыздың қарны қатты ашады. Жейтін азығы болмай, баласының жолдасын жеуге тура келеді. Қыз сандырақтап, үлкен қызынан кешірім сұрап, кінәлі екенін айтып ұйқыға кетеді. Қыз осылайша жартылай кескен жерін белбеуімен тартып ашып алады. Қыз баласының жүргегін суға лақтырып жібереді. Судан балықтардың лақтырған жүргегіне келгенін көріп, арқанмен темірге байлап балық аулауға тырысады. Бірақ қолынан келер емес. Аспанда ұшқан ұшақты көріп, дереу айна сынығын ала шыққанда, аяғын жарақаттан кетпеу үшін жарасын тігуге тура келеді. Кейін қорапта тұрған құлаққап сымымен тор жасап, балықты аулап бастайды. 9-ші күні суға батпау үшін суды шығарып отырады. Алдағы уақытта азық болсын деп, балықтарын жинай бастайды. Контейнер ыдыстарға көмек сұрау мақсатында суға жібереді. Елде болып жатқан жағдайды қызына айтып береді. Әскерилер әйелдер мен балаларды, қарт адамдарды елге пайдасыз деп есептейді. Баласының тоңғанын көріп, ыдысқа шарап құйып, матаны батырып от жағады. Судың жоғарылағанын көріп, контейнерге соққан дыбысты естіп сыртқа шығады. Кенеттен телефоны шырылдайды. Никоның звондағанын көріп қуанып қалады. Никодан енді құтқара алмайтынын естиді. Өзінің жаралы екенін айтып қоштаспақшы болады. Мия өзінің қызының дүниеге келгенін, оның атын Нуа екенін айтып қоштасады. Контейнер іші суға толып қалғанын көріп, контейнер ыдысы мен құлаққап сымдарымен өздеріне кеме жасайды. Бір сәтте әйел балығын шағала жеп отырғанын көріп, құрлық жақын маңда екенін біледі. Контейнер батып бара жатқанын көріп, іште отбасылық суретін алуға суға түседі. Контейнер ішінде күйеуінің берген шоколадын алуға бара жатқанда, іштегі белбеуге аяғы байланып, босану үшін сүңгіп белбеуді кесе бастайды. Контейнер су астына бата бастайды. Әйел сыртқа шығып үлгереді. Көре алмайды. Жанынан өткен кит су шашқанда сәбидің дауысын естиді. Әйел баласына жүзіп жетеді. Осылайша таң атып, Мия ыдыстағы балығын шығарып, шағаланың бағытын білгісі келді. Бірақ Мия қатты әлсіреп қалады. Қаптаған шағалаларды көрген қайықшы сәби салған қайықты көреді. Сәбиді құтқарып жіпті тарту кезінде жіптің екінші ұшы әйелге байланғанын, әйел Мияны құтқарады. Әйел баласын қолына беруін сұрайды. Қайықшы рациямен болған жағдайды айтып, әйел мен баланы жаңа өмірге қарай бет алады.